Үйде бауырды тазартуға арналған ең жақсы екі сусынды ұсынамын. Бауырыңызды осы пайдалы және қарапайым сусынмен қолдауды ұмытпаңыз. Олардың біреуін ішіңіз. Табиғи ингредиенттерге негізделген осы пайдалы және қарапайым сусындардың бірін диетаңызға қосуды ұмытпаңыз. Есіңізде болсын, бауыр өмірдің әр сәтінде біз үшін жұмыс істейді. Өкінішке орай біз оны жиі жібереміз. Зиянды тамақ, алкоголь, темекі шегеміз. Немесе олар көмектесе алады, мысалы, сусындардың көмегімен. Бауырды ұстап тұруға арналған екі рецепт. Сұлы майы сусыны. Бір кесе сұлы майын 6-7 сағат бойы алдын ала жібітіңіз. Содан кейін сүзіп, блендерге бір ас қасық даршын мен бір стакан сумен араластырыңыз. Бұл құралды күнделікті ең жақсысы кешке ішіңіз. Сұлы талшығы ас қорыту жүйесінің барлық процестерін жақсартады. Зімбір мен лимон суынан жасалған сусын. Зімбірдің бір бөлігін кесіп, лимонның 1/2 бөлігін қолданыңыз. Суды қайнатыңыз және екі ингредиентті де қосыңыз. 5 минут қайнатыңыз. 2 апта бойы әр кеш сайын осы дәрі-дәрмектің бір кесесін ішу керек. Бауырды тазарту үшін жоғарыда аталған сусындар диетамен жақсы үйлеседі. Содан кейін бауыр жақсырақ және тезірек жаңарады. Бауырды тазартуға арналған диета принциптері. Бөлшек тамақтану. Өт өндірісі үздіксіз жүреді, бірақ оның бөлінуі әдетте тамақтану кезінде болады. Сондықтан сіз ораза ұстай алмайсыз. Диетаны 6 немесе 4 дозаға бөлу керек. Жануарлардың майларын азайту керек. Ащы, ысталған тағамдарды, өткір дәмі бар тағамдарды тұтыну ұсынылмайды. Әсіресе бауырдың, ұйқы безінің, асқазанның және ішектің қабыну ауруларында. Әрине, сосын алкогольді алып тастау қажет. Іш құрылыстарыңызды, бауырларыңызды тазартқыларыңыз келсе, осы рецепті міндетті түрде қолданып көріңіздер.